Құрметті қалайық, құрметті қауым, Құдай сіздерді жарылқасын, Құдайдың әрқашанда сіздің өміріңізде саулық болсын, сіздің денеңізде саулық болсын. Өйткені Құдай Иса, ол ұлы дәрігер. Ол әрқашанда біздерге ғажайып ісін көрсетуде. Ол әрқашанда біздің рухани дерттерімізден емдеп, рухани, физикалық және эмоционалдық емдейді әрқашанда. Біздерге күш қуат дарытады. Сондықтан сенімің Құдайда болсын, аумин. Осы Марка жазған ізгі хабар, екінші тарау 17 аятта жазылған. Дәрігер дені сау адамға емес, ауру адамға қажет. Көрдіңіздер ма? Құдіретті күшті Құдай, ол біздерге айтады. Дәрігерге ауырғанда барады адамдар. Сау кезінде дәрігерді дәріні ұмытады. Сондықтан біздер әрқашанда үмітіміз Құдайда болса, біздер Құдайға келеміз. Өйткені Құдай ол біздерді әрдайым сауықтырады. Әрдайым біздерге көмек береді. Құдіретті күшті Құдай ол біздердің әрқашанда мұқтаждықтарымызды біледі. Біздер әлсіреп, шаршап шалдыққанда, біздер Құдайға келсек, не аламыз? Біздер күш қуат аламыз. Әрқашанда жарылқау аламыз. Әрқашанда ол біздерді емдейді. Аумин. Осы жер бетінде жүргенде Иса ол әрқашанда адамдарды емдеген. Адамдар алдына келгенде әрқашанда өздерінің жауаптарын алған. Сондықтан Құдайдың құдіретті күші сенің өмірінде, сенің денеңде болсын. Әрқашанда Құдайға кел. Айт, Құдай, Иса, сен менің ұлы дәрігерімсің. Сен маған саулық беретін Құдайсың. Сен мен үшін үлкен бағалы құн төледің. Мені ақтап алдың, мені сауықтырдың. Мен саған келгенде әрқашанда өзімнің өміріме, өзімнің денеме, ауырып жатқан жеріме саулық алып, әрқашанда жауап аламын деп. Құдайдың құдіретті күші әрқашанда сенің бойында болсын. Құдай ол ұлы дәрігер. Ол әрқашанда біздерді саулықтыратын Құдай. Өмірінде әрқашанда Құдайдан саулық сұрасаң, Құдай саған саулық береді. Жарылқау сұрасаң, жарылқау береді. Күш қуат сұрасаң, шаршағанда, шалдыққанда саған күш қуат береді. Енді қазір өзің денеңе қолыңды қой. Егер де сенде әлсіздік болса, егер де сен ауырып қалсан, біздер тәндік денедеміз әлі. Сондықтан біздерде әрқашанда сондай нәрселер болады. Құдай да біледі оны. Құдай сені ой сананда болсын. Сол жеріне қолыңды қой да сыйынып сұра. Құдіретті күшті Құдай, сен менің сауықтырушы дәрігерімсің. Сен менің ұлы Құдайымсың. Мен саған өзім үмітімді артамын. Әрқашанда саған сенемін. Сен мені шипалы еммен емдеп, мені қолдап, қоршап, қорғайсың. Сен мені сауықтырғаны үшін рахметімді айтамын деп, өзің ауырып жатқан денене қолыңды қойып, сыйынып, мінәжат етіп сұра. Құдай сені жарылқасын, Құдай сауықтырсын сені, Құдай саған қуаныш пен шаттық берсін. Иса Масихтың атынан, аумин.